мысалы Қазақстан Ташкентте Казинпростта Каспий вуз болып қайта құрудағы мынау құжат мысалы бұл өте маңызы жоғары тарихи құжат. Ол мына біздің орталық мемлекеттік архивте сақталып отыр. Ол мысалы мына ректор өзіңіз білетін Темірбек Жүргенов. Ал енді университет ашу мәселесі күрделі мәселе. Ол мысалы қолдау бізге қажет Қазақстанға. Ал сол кезде мысалы Мәскеуде істеген қазақ зиялылары болды. Атақты мысалы көрнекті мемлекет қайраткер. Біріншіден Тұрар Рысқұлов, екіншіден Санжар Асфендияров, үшіншіден Әбілқайыр Досов. Үшеуі де жоғары мемлекеттік қызметтерде жұмыс істейді. Осыларға Қазақстаннан шыққан ұсыныстарды орталықтан, яғни Мәскеуден өткізу мәселелерімен осы кісілер айналысты. Қазақстанда мына вузды ашу қаншалықты маңызды деп табылғанымен, үкімет қаншалық қаулылар шығарғанымен бұл жұмыс алға баспай отырды. Себебі мысалы көпке дейін орталықта Мәскеуде отырған қызметкерлер Қазақстанға вуздың не керегі бар? Әсіресе педагогикалық вуз. Ал мысалы ол ағарту мәселелерінің басты мәселелерінің бірі кадр дайындау, педагогтар дайындау, ұстаздар дайындау. Ол мысалы Госпланға түскен кезде ондай ұсыныстар мысалы ол айтқан мысалы Госплан сіздерге педагогикалық вуздан гөрі мал дәрігерлік институт керек. Өйткені Қазақстан ел алдымен мал шаруашылығымен айналысатын ел. Сол мал басын өсіру, оны сақтау, яғни ет даярлау сияқты мәселелермен айналысу керек болғандықтан, оданша мал дәрігерлік мысалы институт вуз ашайық деп мысалы. Ал педагогикалық вузды ашпағанға көпке дейін мысалы қарсы болып жүрді. Осы ұйымдастыру, мына Қазақ Казвуды ұйымдастыру бойынша комиссия құрылады оған мысалы 8 адам мүше болады. Оның төрағасы Ораз Жандосов мысалы. Ал енді мына ректорды таңдау мәселесі өте ұзаққа созылды. Енді 3 факультетті ашу көзделіп тұр ғой. Бірінші педагогикалық факультетті ашамыз дейді. 29 жылы 32-нің арасында ауыл шаруашылығын жаңағы айтып отырған соны ашамыз дейді. 30-дан 31 жылы медицина факультетін ашамыз дейді. Міне, жоспар осылай көрсетілген. Бірден емес. Ең бастысы әйтеуір бірден келіп ашып алу. Статусты алып алу университеттегі. Сондықтан бұны алады да бұлар мына қаулыда көрсетілген. Университетті құру туралы құрылады. Қаулы бойынша жаңадан ашылған жоғары оқу орнының құрамында міне 28 жыл педагогикалық, 29 жыл ауыл шаруашылығы, 30 жыл медициналық. Байқап қарап тұрсаңыздар, бұл негізі бір университеттің ішінде ашылуы мүмкін емес болатын. Бірақ кейін міне 29 жылы қазіргі негізі сіздер оқысаңыздар білесіздер, бұрын мына Азви деген болған. Мал шаруашылығы институты бөлек болатын ол. Сосын Схи деген болды. Ол ауыл шаруашылығы институты. Екеуі кейін бөлек жүрді да қазір ол аграрлық университеттің құрамында тұр. Екеуі біріккен. Міне сонда кейін көрдіңіздер ма? Ораз Жандосов бастап, мына Схидің ректоры болды, ол өзінше жаңа Азвимен не бөлек құрылып кетеді. 31 жыл Асфендияров атындағы қазіргі мединститут құрылып отыр ғой. Сонда көрдіңіздер ма? Астарындағы үлкен бұлардың тапқырлығы. Жеке ал Асфендияров 31-де ашылғанда ол осы оқу орнында ректор және мединституттың тұңғыш ректоры болып сол жаққа өзі кетеді бөлек. Оның мамандығы да медик негізі Асфендияровтың. Бірақ тұңғыш қазақтың тарихи білім саласын жолға қойған Асфендияров оны ешкім айтқан жоқ. Шешім қабылданды, бәрі бекітілді. Енді вузды қалай құрамыз? Мысалы, қай жерде құрамыз? Оған қандай ғимарат береміз? Оның жатақханасы бола ма, асханасы бола ма да? Оның оқу жоспары қалай болады? Қанша жылды дайындаймыз? Қанша жалпы студент қабылдай аламыз да? Оған қай жерден кімді шақыртамыз? Тегіс жерде. Мысалы, жарайды, Каспий вузды Ташкентке көшіргеннің өзінде оның бай кітапханасы бар. Сіздер білмейтін шығарсыз, қазір Достық пен Төлеуден шетінде тұрған кітапхана, ол бұрынғы губерниялық кітапхана болады. Ал сол губерниялық кітапхананың кітап қоры байыту үшін Ташкенттегі мысалы қазақ зерттеу қоғамына тиесілі, қазақ географиялық зерттеу қоғамы болды, жалпы қоғамы зерттеу қоғамы болды. Солардың мысалы әдебиеттерін алып келу. Соңғы жаңадан шығып жатқан туындылар, педагогика қатысты, ауыл шаруашылығы, медицина қатысты, солардың бәрін алып келу мәселесі. Содан кейін мысалы сіз осы ауылда алғашқы музей ашу мәселесі, кадрлар шақырмасы. То есть мәселе өте көп болды. Енді соның басында бас көзінде тұрған сол кездегі Қазақ Республикасының ағарту халық комиссары ол Ораз Жандосов болды. Ораз Жандосов мына жоғарғы басшылыққа сол кезде Қазақстан басқарып отырған Голощекинге көптеген хаттар бар мысалы. Енді мынау Асфендияровтың
ары қаратай мынау ұйымдастыру комиссиясының өзінің құрылуының өзі бекер. Неге ол ұйымдастыру комиссиясы қасында жүреді? Мына қараңыздар, оны қайда ашу керек? Материалдық базаның өзі. Мен сіздерге айтып өтейін, мынау тұрған біздің мына оқу орны, мына қазіргі ФЭК тұр ғой, Сарбонна, Қазақстан. Сол бұрын Верный ерлер гимназиясының корпусы болған. Ар жағындағы семиэтажды деп қоясыздар ғой. Сол худграф тұр ғой. Худграф негізі сол семиэтаждың орнында худграфтың алды былай келген көшеге қараған, міне суретін көрсетейін. Мынау тұрған болады. Мынау кәдімгі мынаның орнында қазір 7 этаждық здание тұр. Бұл Верный қыздар гимназиясының ғимараты болады. Ол кезде 19 ғасырда қыздар мен балаларды біріктіріп оқытпаған. Соны ұмытпаңыздар. Сондықтан міне негізгі мына ғимарат Верный ерлер және қыздар гимназиясы дейді. Міне ерлердікі әлі тұр, Сарбонна университетінің. Ол тарих. Ол жерде кезінде Байтұрсынов ағаларымыз, Сәкен Сейфуллин, Санжар Асфендияр, Халел Досмұхамедұлы, Әлімхан Ермек, Мұхтар Әуезов, айта берсе Темірбек Жүргеновке дейін осы жерде жұмыс жасаған. Сол кісілердің табанының ізі бар. Ана худграфта Сәкен Сейфуллин ағамыз сол жерде сабақ берген ананың ішінде. Сондықтан оның барлығын бұл киелі жер, бұл ойыншық емес, бұл екі жердің бірінің құрып келіп кететін. Қашанда шетелдің өзінде өздерінің тұңғыш университеттерін құрметтейді. Біз осының қадірін әлі біліп жатқан жоқпыз негізінде.